Musa aleyhisselam пайғамбар. Бірінші бөлім. Күндердің күнінде Жүсіп алейхиссалам пайғамбар өмірден өтер алдында Мысыр халқының алдына шығып, тура жолдан айнымай, бір ғана Құдайға табынуларын өсиет етіп кетеді. Алайда арада уақыт өтіп, пайғамбар өмірден озғаннан кейін, жергілікті адамдар бұрынғы жолдарына қайтып, құтқа табына бастайды. Осылайша олар Жүсіп пайғамбардың өсиетін тез ұмытады. Олардың ішінде Бану Исраил деген қауым бар еді. Солардың ішінде тура жолдан таймай бір Құдайға табынғандар да болды. Бірнеше жылдан кейін Мысырға жаңа патша Перғауын келеді. Ол жергілікті халықтың, яғни мысырлықтардың беделін арттырып, Бану Исраилдің ықпалын қоғамда азайтуға күш салады. Себебі ол уақытта Бану Исраил қауымының саны артып, әлеуметтік мәселелерде ықпалы жоғарылап бара жатқан болатын. Ендігі жерде патша олардың қаладан шығуына тыйым салатын бір жақты үкім шығарады. Арада бірнеше күн өтеді. Бірде Перғауын патша терең ұйқыға кеткенде ерекше түс көреді. Түсінде Мысырды бір жалын от жалмап бара жатады. Таң атып патша жергілікті көріпкерлерді алдына шақыртып, түстің мағынасын сұрайды. Олар болса, алдағы уақытта Бану Исраил халқының арасынан бір кісі шығып, ол патшаның тақтан түсуіне және Мысыр халқының сан ғасырдан қалыптасқан өмірлік бағытын айнытуға себепкер болады деп болжайды. Көріпкелдердің болжамына иланған Перғауын дереу Бану Исраил адамдарының арасында ер азаматтарды өлтіруге бұйрық береді. Алайда оның кеңесшілері бұндай бұйрықты жүзеге асыру барысында халық арасында дау-дамай болып, көтеріліс орын алатынын жеткізеді. Одан да мұндайды болдырмас үшін келесі жылы туылған жаңа сәбилердің ішінен ерлері болса өлтіріп, одан кейінгі жылы оларды жайына қояйық дейді. Перғауын болса мұндай ұсынысты құп көреді. Содан келесі жылда келеді. Енді патшаның бұйрығымен жаңа туылған сәбилерді өлтіру керек болады. Сол жылы Мұса алейхиссалам пайғамбар өмірге келеді. Жергілікті билік өкілдері патшаның әмірін орындау мақсатында Бану Исраил қауымында туылған жаңа сәбилерді іздестіре бастайды. Мұсаның анасы болса жаңа туылған сәбиіне қатты алаңдайды. Сол уақытта оған жаратқан Жаббардан уахи келіп, баланы жақсылап емізіп, бір ағаш сандыққа салып, Ніл өзеніне ағызып жіберу керектігін айтады. Жаңа туылған Мұсаның анасы бір Құдайға сенген адам еді. Ол баласына қаншалықты алаңдағанымен жаратқанға тәуекел етіп, баланы өзенге ағызып жібереді. Сосын ол сіңілісін шақырып, сандықтың қайда баратынын білу үшін артынан еруге бұйрық береді. Аллах тағаланың қалауымен сол уақытта Ніл өзенінің ағысы бәсеңдеп, сандық аударылмай, жаймен Перғауын сарайының алдына барады. Сандықты көрген патшаның әйелі дереу оны судан алып шығуға бұйрық береді. Сандықты ашса, оның ішінде Мұса балақай ұйықтап жатады. Мұны көрген Перғауынның Әсия есімді әйелі оған жан ашып, бір жағынан аналық мейірімі оянып кетеді. Ол бұған дейін бала сүймеген бедеу кісі еді. Әсия дереу баланы алып бауырына басады. Сосын ол баланы көтеріп Перғауынның алдына барады. Баланы көрген патша, бұл Бану Исраил қауымының бір баласы шығар. Бұл жолы біз оларды түгелдей өлтіруіміз керек дейді. Әсия болса өзінің бедеулігін алға тартып, балаға деген ерекше мейірімі төгілгенін айтып, баланы өзінде алып қалуға өтініш білдіреді. Патша болса еш қарсылықсыз келіседі. Сәлден кейін Мұса оянып кетеді, қарны ашып жылай бастайды. Оны емізуге сарайдан жан-жақты әйелдер келіп жатады. Алайда сәби олардың ешқайсысын көкірегін қабылдамайды. Ол уақытта Мұсаның анасы болса үйінде баласына қатты алаңдаулы еді. Құдды бір патшаның сарайына барып, баласын қайтаруды өтінетіндей жағдайда болады. Сол уақытта ол әлгі сіңілісін шақырып, баланың жағдайын білу үшін сарайға барып келуге жібереді. Сарайға барған сіңілісі баланың қарны ашып, тоқтамай жылап жатқанын білгеннен кейін, Әсияға қарап, мен бұл баланы кім емізе алатынын білемін. Ол тек сол кісінің ғана көкірегін алады. Қажет болса ол кісіні сарайға алып келейін дейді. Әсия болса қуана келісіп, оны алып келуге бұйрық береді. Бірақ ол Мұсаның анасы екенінен хабар жоқ еді. Содан көп ұзамай Мұсаның анасы сарайға келіп баланы емізеді. Сәби тынышталып кейін ұйқыға кетеді. Сол уақытта Әсия Мұсаның анасына қарап, бұл бала саған ғана көнетін секілді. Ендеше оны сен өзіңмен алып, емізіп жақсылап қарауға алып кете бер. Бірақ бала емшектен шыққаннан кейін маған қайтып алып келіп бересің дейді. Мұсаның анасы көңілі көншіп баланы үйіне алып келіп, оны жақсылап бағып қағады. Сосын бала өскесін оны сарайға қайтарып алып келеді. Уақыт өтіп сарайда Мұса өсіп жетіледі.
Ол перғауынның қасында болғанымен оны өзінің әкесі емес екенін кішкентайынан білетін. Себебі ол өзін Бәну Исраил қауымынан шыққанын білетін еді. Арада жылдар өтіп Мұса ер жетеді. Содан бір күні сарайдың сыртына шығады. Сол сәтте бір екі кісі ерегісіп бір-бірімен алысып жатады. Біреуі жергілікті мысырлық еді, ал екіншісі Бәну Исраил қауымынан шыққан кісі болатын. Мұса оларды ажыратамын деп екеуінің арасына түсіп, әлгі мысырлықты қолмен итеріп жібереді. Сол сәтте ол жерге құлап, абайсызда басын жарып алады да, сол жерде мерт болады. Сосын Мұса іштей, бұл менің емес, шайтан малғұнның ісі деп қатты өкінеді де, жаратқан Жаббардан кешірім сұрай бастайды. Содан мұндай жағдай жергілікті халықтың арасына тез тарайды. Ертесіне бір кісі Мұсаға жүгіріп келіп, дереу қаладан кету керектігін айтып ескертеді. Себебі әлгі кездейсоқ өліп қалған мысырлықтың жақындары кек алуды жоспарлап Мұсаны іздестіре бастайды. Бірінші бөлімнің соңы. Достар, егер де сіздер өмірден алынған ғибратты оқиғалар мен ислам дініне қатысты бұрын-соңды білмеген қызықты әңгімелер тыңдағыңыз келсе, Құран тағылымы каналына жазылыңыз. Сондай-ақ әрдайым төменгі жаққа пікір қалдырып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіз. Неғұрлым көп көрермен жиналған сайын, соғұрлым қызықты әңгімелер шығады. Ендеше достар, каналға қолдау білдіріңіз.